Армардақты ағайын, эфирде аналитика. Біз бүгінгі бағдарламада Әділет департаментіндегі атқарылып жатқан жұмыстарға кеңінен тоқталатын боламыз. Алдымен студия қонағымен таныстыра өтейін. Бүгін бізде қонақта Шымкент қаласы Әділет департаменті басшысының міндетін уақытша атқарушы Айнұр Исабекова ханым. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Жалпы Әділет департаменті көзге көп түсе бермейді, бірақ атқарып жатқан жұмыстары орасан зор. Қазіргі таңда қандай бастамаларды қолға алып жатсыздар, қандай жоспарларыңыз бар? Рахмет сұрағыңызға. Нұрлан мырза, бізде енді Әділет департаменті жалпы жергілікті әділет министрлігінің жергілікті мемлекеттік, аумақтық мемлекеттік орган болып табыламыз. Енді Әділет министрлігінің жалпы үлкен мақсаты ол елімізде құқықтық саясатты іске асыруға жауапты осы бірден-бір мемлекеттік орган болып табылады. Әділет департаментінің енді атқаратын бірнеше салалары бар. Оның бірі және ең маңыздысы ол жергілікті жерде нормативтік құқықтық базаны қалыптастыруға жауап береді. Бұл жерде енді әкімдіктердің және мәслихаттардың шығаратын нормативтік құқықтық актілері бар, қаулары, шешімдері. Соларды заңға сәйкестігін тексеріп тіркейміз. Ол бір. Келесі бір сала ол тіркеу қызметінде тиісті саясаттарды іске асыру. Өздеріңізге белгілі болатындай жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу бар, заңды тұлғаларды бар, азаматтық хал актілерін тіркеу. Осы жерде Әділет департаменті негізгі тіркеу функциясын тікелей іске асырмайтынымен, бұл жерде тиісті бақылау, әдістемелік қолдау мәселелерді сол Әділет департаментіне жүктелген. Бұдан бөлек заңгерлік көмек көрсету мәселелері. Бұл жерде нотариустардың, адвокаттардың, заң кеңесшілерінің жұмысын ұйымдастыру, олардың қызметтерін бақылау сияқты осындай сұрақтар да Әділет департаментінің міндеттеріне жүктеліп отыр. Сосын өздеріңізге белгілі болатындай көптеген сот актілері шығады. Соған теңестірілген атқарушы құжаттар бар. Басқа да нотариустың атқару жазбалары, мемлекеттік кірістер органдарының салық бұйрықтары, басқа осы сияқты атқарушылық құжаттарды орындалуына, яғни сот орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру мен бақылауда осы салада Әділет департаментіне жүктелген. Бұдан бөлек енді зияткерлік меншік саласы, сол жерде тиісті бір бөлігіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылықтарды істерді қозғап, әрі қарай сотқа өткізу. Сол сияқты салаларда Әділет департаменті өздерінің міндеттерін іске асырып жатыр. Бұл жерде әр салаға қатысты уақыт өз орнында тұрмайды, тиісті өздерінің жаңашылдықтары бар. Заңға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп тұрады. Енді бұл бойынша бүгін өзіміздің сұхбатымызда білдіретін боламыз. Жалпы өткенде осыдан айдың басында сіздер департамент атқарған жұмыстар бойынша, яғни 8 айда атқарған жұмыстар бойынша есеп бердіңіздер ғой. Сол кезде әсіресе сіздер алиментке байланысты ақпарат берген кезде бізде алимент төлеушілердің саны 15 мыңға жетіп қапты. Бұл көп па, аз ба негізінде? Бұл енді ол жерде 15 мың емес, қазір 15 мың ішінде 2,5 мыңға жуық алимент өндірістері аяқталған. Қазіргі таңда 12,5 мыңға жуық алимент бар. Бұл жерде енді көп па, аз ба, сол тұрғыдан баға беріп жатқан жоқпыз. Біздің қазір бұл жердегі мақсатымыз сол алименттік өндірістердің дұрыс өндірілуін қамтамасыз ету. Басты мақсат сол болып тұр. Осы алименттік өндірістердің ішінен жартысына жуығы ол борышкерлердің жұмыс орнынан ұсталынып жатқан алименттер, яғни жалақыларынан өндіріліп жатқан алименттер. Өкінішке орай кейбір істер бойынша мұндай жағдайға қол жеткізу қиындау болып тұр. Яғни борышкерлер тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілмеген мәселелер бар. Бұл жерде тағы да бір жағдай, борышкердің атында ешқандай мүліктер жоқ болса, бұл бойынша да алимент өндіруді іске асыру өте қиын жағдай болып жатыр. Осындай істер бойынша біз осы істерге арнайы талдау жүргізіп, мониторинг жүргізіп, тиісті тексерістерді ұйымдастырып тұрамыз. Қазіргі таңда 3 айдан астам өндірілмей жатқан алименттер саны 550-ге жақын. Бұл жерде негізгі себептерін атап өтетін болсақ, борышкердің тіпті тұрғылықты жерін анықтауға мүмкіндік болмай жатыр. Яғни сот орындаушы ол енді
оперативті тергеу жұмыстарын жүргізе алмайды. Бұл тек қана нақты мәліметтер бойынша тексерістерді жүргізіп, сол бойынша өндірістерді жүргізе алады. Бұл жерде яғни әр адамның тұрғылықты жері тіркеле тұрады ғой, арнайы базалар бар ақпараттық жүйелерде. Сол адрестер бойынша табылмаған борышкерлер көп, алименттер бойынша. Соларға қатысты іздеу жариялау шаралары іске асырылып жатыр. Сосын іздеп тапқаннан кейін оларды ары қарай алимент төлемегендер үшін әкімшілік жауапкершілікке, одан қалса егерде борышкерге сосын ұсыныс жасалынады, жұмыспен қамту орталығына барып, тиісті ұсынылған жұмысқа тұрып, алимент өндіруге жағдай жасауға осындай ұсыныстар болады. Кей кезде борышкерлер сол талапты да, сол ұсынысты да қолдамай алимент өндіруден жалтарады. Сол кезде уже борышкердің қылмыстық жауапкершілігін көтеруге тура келеді. Бізде биылғыға 4 борышкер қылмыстық жауапкершілікке тартылып отыр соттың үкімдері бойынша. Бұның да тәртібі басқаша, яғни алимент өндіретін тарап, алимент өндіруші сол борышкерге қатысты қылмыстық істі қозғау туралы арнайы өтініш енгізу керек. Бұл өтініш бойынша сот орындаушы тиісті материалдарды жинақтап, полиция органдарына тапсырады. Полиция органдары өз тарапынан, өз құзырет аясында жұмыстарды жүргізіп, іс егерде тиісті растау табылатын болса, істі сотқа өткізеді. Міне осы тәртіппен биылға 4 сот үкімі шықты. Бұлар сотталғанда қанша күнге? Соттың үкімі бойынша бұл жерде әдетте 1 жылға дейін сол қылмыс болып есептелінеді ғой, қылмыстық жауапкершілікке тарту. Ол жерде 1 жылға жуық бас бостығынан шектеу, немесе сол уақытқа, сол мерзімге исправительная работа деп айтамыз, сол исправительная работаға тарту. Жалпы санкциялар сондай қазір. Ол енді соттың құзыретіндегі мәселе, қандай жаза қолданатын, ол сот шешеді. Істің бәрі мән-жайын зерттеп, тексеріп барып шығаратын өкімдер. Енді осы алиментпен айналысатын сот орындаушылар бар ғой. Қазіргі таңда бізде 9 или 6 еді. Иә, ол енді бізде Шымкентте, басқа да өңірлерде осы тәжірибе орын алады. Біз енді арнайы, біз емес, енді өңірлік палата, жеке сот орындаушылардың өңірлік палатының шешімімен арнайы мамандандырылған алимент өндіру жөніндегі кеңсе ашылды. Бұл кеңсенің құрамына 6 жеке сот орындаушы кірді. Бұлардың енді басқа жұмыстары жоқ, осы алимент өндірістерді ғана жүргізеді. Бұл жерде мұндай тәртіпті қолға алған себебі, мақсаты жалпы мамандандырылған деген сөз, яғни басқа істерге уақыт бөлмей, тек қана осы алимент өндірісімен айналысу. Яғни бұл жерде біркелкі тәжірибе және де бір типтегі, бір түрдегі өндірістер болғандықтан жалпы конвейер ретінде, тез ұйымдастыру ретінде сол мақсатты көздеп жатырмыз. Енді бұл кеңсе 1 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істейді. Арғара енді өз нәтижесін көрсететін шығар, бірақ дегенмен енді барынша сол жұмысты ұйымдастыруға тырысып жатырмыз. Әрине қиыншылықтар да бар, жоқ емес, мен атап өттім, көбінесе борышкерлердің атында ешқандай мүліктер жоқ болады, сосын олар тиісті тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілмейді. Бұл мәселелерді енді шешу үшін сол кеңсенің жауапкершілігіне артып отырмыз. Енді сіздерге тікелей қатысы бар, яғни АХАЖ-дың жұмысы бар ғой. Осы бойынша не айта аласыз? Қазір енді неке қию басқа да процестерді ЕГО арқылы қызмет ала алады ғой. Иә, қазір жалпы мемлекеттің саясаты сондай болып тұр. Барынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді электронды форматқа ауыстыру. Яғни бұл жерде тиімді жақтар өте көп. Біріншіден уақыт тиімділігі, уақыт экономдайды. Сосын барып екі мемлекеттік орган мен қызмет берушінің және де қызмет алушы азаматтың тұлғаның арасында тікелей контактының жоқ. Яғни сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері. Сондықтан осы АХАТ саласында да бұл жұмыстар өз жалғасын тауып жатыр. Көп мемлекеттік көрсетілетін қызметтер электронды форматқа ауыстырылып жатыр. Яғни азаматтар еш-жерге бармай-ақ, сондарға жүгінбей-ақ үйлерінде немесе жұмыстарында отырып, ЕГОВ арқылы, ЕГОВ порталы арқылы неке тұруға өтініштерді енгізе алады.
тіпті бұл жерде мысалы үшін қалындық Шымкентте болса, күйеу жігіт басқа бір қалада болса да өтініштерді енгізе береді. Жеңілдігі сол жағы. Бұл енді оған үйренді ме негізінде? жалпы ол қолданылып жатқан нәрсе. Әсіресе неке құрайын деген азаматтар ол негізінен жас буын, жастарымыз. Сондықтан оларға ол оп-оңай. Сондықтан бұл енді қолданылып жатқан тәртіп. Жалпы қазір мынау құқық саласында осы әділет департаменттің жұмыстары бойынша жалпы халықтың сауаттылығы қаншалықты бізде артқан? Жаңа айтып жатсыз, жаңағы цифрландырылған, халық қаншалықты осыған үйренді қазір? Енді мен Шымкент қаласы бойынша айтамын, бұл жерде енді жалпы халықтың құқықтық сауаттылығын өлшейтін бір меже жоқ. Бірақ дегенмен жалпы қазір енді соңғы кездерде бізге түсетін жолданымдарды зерттейміз. Бұл жерден енді ол қуанышты жағдай, жалпы халық өзінің құқықтарын соңғы кездері жақсы білуге тырысады, ізденеді, ақ қарасын ажырата алады. Жалпы енді бізде қала ғой, кез келген ақпараттар бәрі дайын, интернет желісі дамыған. Сондықтан бұл жағы бізде оң нәтижелер бар деп, енді мен өз пікірімді айтып жатырмын, оң нәтижелер бар деп айта аламыз деп ойлаймын. Бірақ әділет департаменті тарапынан осымен тоқтамай халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында біз тұрақты негізде жұмыс жасаймыз. Оның қандай форматтарда? Осы бақ арқылы, мысалы үшін бүгінгі кездесуіміздің өзі мысалы, бұдан бөлек тұрақты негізде халықпен кездесулерді ұйымдастырып жатамыз. Бұл кездесулерге өзіміз әділет департаментінің қызметкерлерімен ғана шектелмей-ақ, нотариустарды тартамыз, адвокаттарды, заң кеңесшілерді, жеке сот орындаушыларды тартамыз. Медиатор әріптестерімізді де шақырамыз. Бұл жерде олар тегін негізде халыққа тиісті құқықтық түсіндірмелерді, құқықтық кеңестерді ұсынып тұрады. Бұл осындай түрдегі шаралар бізде дәстүрлі шаралардың біріне айналып кетті. Мысалы үшін күні кеше ғана біз әділет департаментінің алдынан ашық есік күнін ұйымдастырғанбыз. Бұл жерде де бір азаматтар өздерінің құқықтық мәселелеріне қатысты жауаптарын алып кетті. Онымен ғана шектелмей, кейбір үлкен-үлкен ұжымдарға да шығып тұрамыз. Мысалы үшін қаланың шетінде орналасқан арнайы экономикалық зона бар ғой. Сол жерде енді қарапайым жұмысшы халық жұмыс жасайды, заводтар бар, өндірістер бар. Сол ұжымдармен кездесіп, олардың жеке өздерінің өмірінде қандай мәселелер бар екен, соларға тиісті адвокаттардың, заң кеңесшілерінің өздеріміздің түсіндірмелерімізді беріп, кішкене осындай түрде жұмыс жасап жатырмыз. Енді бұл жерде көбінесе халықтың қоятын мәселелер, несие алу мәселелері, несие алады, көп халықта осы кредиттер бар мойындарында. Сол бойынша түсіндірмелер жүргіземіз. Сосын барып тағы да бір жеткізетін бір мәселе, көп адамдар мысалы үшін көршіден, туған туысқандарынан оң мәселесі шешілді ғой, менікі неге шешілмей жатыр деген осындай сұрақтарды қояды. Біз сол жағдайды, құқықтық жағдайды зерттей келе, сол туысқанның мәселесі басқаша екен, кішкене өзінің ерекшеліктері бар екен түсіндіреміз. Сондықтан халық көбінесе тиісті заңгерлік білімі жоқ адамдарға жүгінбей, бізде қазір қалада мысалы үшін 1200-ден астам заң кеңесші бар, 400-ден астам адвокат бар, 300-ге жуық нотариус бар. Солардың білікті заң көмегіне жүгінсе деген дейміз. Бұл жерде әрине мәселе ақылы қызметтер ғой көбінесе. Бірақ заңнамада ақысыз тәртібімен де көрсетілетін заңгерлік көмектің түрлері белгіленген. Ол мысалы үшін зейнеткер болса, немесе мүгедектігі бойынша мүгедектік адам болса, соларға заңгерлік көмектер ақысыз тәртібімен беріледі. Ол үшін адвокатқа немесе заң кеңесшіге барып, тиісті өзінің санатын растайтын құжаттарды берсе, бұл жерде адвокаттар, заң кеңесшілер құқықтық кеңестерін ақысыз тәртіпте ұсыну керек. Ақысыз қызмет көрсетіліп те жатыр ғой негізінде.
Иә, бұл жерде мемлекет кепілдік берген заңгерлік көмек деп айтамыз. Бұл жерде бірнеше адамдардың санаттары белгіленген. Кімге осы мемлекет есебінен көрсетілетін қызметтер ғой негізі. Арнайы бюджеттік бағдарлама бар, мемлекет қабылдаған. Бұл бағдарлама аясында адвокаттарға және заң кеңесшілерге төленетін ақша, республикалық бюджеттен төленетін ақшалар белгіленген, бөлінген. Яғни, егер де мысалы үшін зейнеткер деп айтамыз, адвокатқа келіп, өзінің енді кәсіпкерлік емес мәселелері бойынша құқықтық кеңесті алса, құқықтық көмекке жүгінсе, бұл қызмет үшін адвокат зейнеткерден емес, мемлекеттен тиісті ақыны ала алады. Бұл жерде мемлекеттің сол не үшін қаражатты қарастырып отыр. Себебі осындай әлеуметтік жағынан осал топтар деп айтамыз ғой, соларға заңгерлік көмек тисін, соларға заңгерлік көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін осындай арнайы ақша бөлініп жатыр, бюджеттік бағдарлама жұмыс істеп жатыр. Осы жылда сіздер ашық аспан астында ашық есік күнін өткізіп жатасыздар ғой. Бос жұмыс орындары дейсіздер. Ол неге қажет? Бізде Шымкент қаласында жұмыссыздар саны көптігіне байланысты ма, әлде жастардың көбінесе жұмыссыз жүруіне байланысты ма? Бос жұмыс орындар жәрмеңкесін негізі халықты әлеуметтік қолдау және еңбекпен қамтамасыз ету басқармасы ұйымдастырады. Біз сол басқармамен бірігіп, бізде жұмыссыз жүрген борышкерлер бар ғой, алимент төлемейтін. Соларға жұмыс табылсыншы деген ниетпен. Осы проблемалық алимент деп айтамыз ғой, және атап өттім ғой. Сол алименттер саны қысқартысынша, балдарға төленетін алименттер төленсінші деген ниетпен, сол басқарманың көмегімен борышкерлерімізді сол жәрмеңкеге қатыстырамыз. Басты ниет сол. Бірақ бұл жерде тек қана алимент төлемейтін борышкерлерді ғана қарастырамыз, себебі ол әлеуметтік жағынан маңызы бар іс санаты ғой. Сондықтан бұл жерде басқа санаттағы істерге борышкер болып келетін тұлғаларды қатыстырмаймыз, тек қана алимент. Себебі сол атап өткенімдей әлеуметтік маңызы зор істер, соларға біз нақты көңіл бөлуіміз керек, себебі түбіне қарағанда ол балалардың ақшасы. Енді сіздер жаңа түрлі бағытта жұмыс атқарып жатырмыз дейсіздер. Енді заңсыз құрылыстар бар. Бұған да тікелей қатыстарыңыз бар. Мысалы, қызылсыздыққа салынған жаңағы нысандар бар, үйлері бар. Осыған қатысты жылда сіздер рейд жүргізесіздер, түсіндірмелі жұмыстар жүргізесіздер. Ал қазіргі таңда атқарып жатқан жұмыстар қандай? Анықталған жаңағы жер көлемі, үйлердің саны қанша болып отыр? Бұл жерде былай деп түсіндіру кетейін. Жалпы әділет департаменті мына бір жерге соғылған құрылыс заңсыз, мынау заңды деген мәселеге шешім шығара алмайды. Егер де сот орындау, бұл істер әдетте сот орындаушыға түседі. Бұның талап, ол сот орындаушыға түскен алдың құзырлы орган, біздегі әкімдік, сотқа талап арызбен шығады. Мысалы үшін, мына құрылыс заңсыз салынған, оған тиісті рұқсаттама берілмеген уәкілетті органдардан. Сондықтан сот алдында бұл мәселені қояды. Бұл әкімдік қоятын мәселесі. Сотқа талап арызды енгізетін. Ары қарай сот оны қарап барып, тиісті шешімді шығарады. Егер де негіздемелер бар болса, соттың шешімі шығады, мына бір жерде орналасқан құрылыс бұзылсын деген мазмұнда, осындай талаппен. Бұл соттың шешімі бойынша тиісті атқару парағы жазылады. Ол біздің мемлекеттік сот орындаушыларға түседі. Бұл мемлекеттік сот орындаушылардың қарайтын істері, себебі талапкер мемлекет болып тұр. Сондықтан бұл жерде мемлекеттік сот орындаушы тек қана заңды күшіне енген сот шешімін орындауға әрекет жасайды. Бұл жерде ол енді әрине іс жүзіне іске асыруға кішкене қиындау істер, көбінесе азаматтар қарсы тұрады бұл істерді өз еркімен орындауға. Бірақ мәжбүрлеп орындатуға сот орындаушының да жұмысы сол. Ол жерде мәжбүрлеп орындату шаралары деп айтамыз ғой. Яғни борышкердің еркінсіз да орындалуға жататын істер. Бірақ дегенмен түсіндірме жұмыстарының арқасында бізде қазір біраз осы санаттағы істер орындалып тұр. Жаңадан түсетін істер болса, оларды орындауға жұмыс жүргізіледі.
бұл жерде енді істерді, осындай санаттағы істерді орындаған кезде біз басқа да мемлекеттік органдың көмегіне жүгінеміз. Мысалы үшін төтенше жағдай органдарына жедел жәрдемді шақырамыз. Себебі ең басты мәселе бұл жерде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Неше түрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Сондықтан мұндай қиын жағдайларға жол бермеу үшін осындай қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етіп барып бұл істерді іске асырамыз. Осы орайда сот орындаушылары тұрғындардан көп таяқ жеп қалып жатады. Бізде ондай жағдай болған жоқ. Негізінде әлеуметтік желіде байқап жатамыз ғой. Сот орындаушылары үй егелерімен жаңағыдай сөзге келіп қалып жататын жайттар болып жатады ғой. Бізде ондай кездескен жоқ па Шымкент қаласында? Бізде Шымкент қаласында бұл енді сіз бірнеше 1-2 жыл бұрын айтып жатқан оқиғаны айтып жатырсыздар ғой, иә, ол жерде сот орындаушыны атып тастаған да, иә, Алматы қаласында. Бізде ондай жағдайлар орын алмады, алған жоқ та, алмай қойсын да. Бұл жерде халыққа жеткізілетін бір нәрсе, сот орындаушы өзінің жұмысын іске асырып жатқан кезде ол заңды күшіне енген сот шешімін орындайды. Конституцияға сәйкес заңды күшіне енген сот шешімдері барлық мемлекеттік органдар, заңды және жеке тұлғалар үшін міндетті болады. Яғни ол егер де шығарылған сот шешімі орындамаса, онда не қажеті бар сот жүйесінің, дұрыс па? Мұны сот орындаушы басты мақсаты, жұмысының мақсаты да сол. Бірақ дегенмен ол жерде енді конфликтілік сала, оны жасыратын ешнәрсесі жоқ, иә? Бір тарап соттың шығарған шешімі орындалса деп тілейді, екінші тарап жоқ, одан жалтарып жүреді, иә, борышкер тарапы әдетте. Бірақ дегенмен бұл жерде сот орындаушылар тиісті өзінің жұмыстарын қалай атқару керек, заң аясында әрине. Егер де сот орындаушылар тарапынан әдепті бұзу, немесе заңнаманы бұзу орын алып жатса, Әділет департаменті және де біздегі жеке сот орындаушының өңірлік палатасы бар. Солар біздер бірігіп сол сот орындаушының мәселесін қарауға әрдайым дайынбыз. Бұл жұмыстар атқарылып та жатыр. Әрбір түскен осындай жолданым өтініштер бойынша тиісті тексерістер жүргіземіз. Егер де сот орындаушы тарапынан заң бұзушылар жіберілсе, әрине міндетті түрде оған қатысты қажетті шаралар іске асырылады. Мысалы үшін алимент өндірістер биылға мысалы үшін бір соттың шешімі шықты. Қазіргі таңда тағы да 3 мәселе сотта қаралып жатыр. Жеке сот орындаушының лицензиясынан айыру. Бұл жерде сот орындаушы алименттік өндіріс бойынша өзінің жұмыстарын дұрыстап атқармаған, 1 айдан астам әрекетсіздік танытқан. Бұл бойынша енді Әділет департаменті министрлікке тиісті ұсынысты енгізіп барып, мәселені соттың алдынан қойған. Сол жеке сот орындаушы өзінің жіберген заң бұзушылықтар үшін, яғни әрекетсіздік үшін оны лицензиядан айыру мәселесін көтердік. Міне сол сияқты жұмыстарды атқарамыз, бірақ дегенмен барлық сот орындаушылар заңсыз жұмыс атқарады деген пікір ол дұрыс емес. Оған келіспейміз, себебі көп түсетін арыздар арасынан 1-2% ғана шығар заң бұзушылықтарды растайтын. Қалғандары бойынша түсіндірмелер жүргіземіз. Этика мәселесі де бар, бірақ этиканы дәлелдеу үшін көбінесе тиісті өзінің таспаларында жазбалар керек. Бізде ол фактілерді болған өткен жылдары сот орындаушы өзінің әдебін, міндеттерін бұзған, талаптарын бұзған, бұл бойынша да тиісті шаралар қабылданған еді. Енді осы адвокаттық, нотариаттық және жеке сот орындаушылар қызметіне аттестациялау жүргізілген 29 мамырдан бастап осы биылғы жылдың. Жалпы осы пилоттық жоба әлі пилоттық күйінде тұр ма, әлде былай қолға алынды ма? Қазіргі таңда ол пилоттық жоба ретінде жүргізіліп жатыр. Бізде енді өткен мерзімде 8 айдың қорытындысымен алған мәліметтер бойынша 48 үміткер пилоттық жобаға қатысты. Пилоттық жобаның маңыздылығы қандай? Бұрынғы тәртіп бойынша ол енді үміткер енді адвокаттық, немесе нотариаттық, немесе жеке сот орындаушының қызметімен айналысуға үміткер. Егер де осы жұмыспен айналсам, бұған тиісті лицензияны мемлекет маған берсін деген осындай ниеті бар болса, ол бізге материалды документтерін өткізетін еді. Біз оны қарап, жинақтап,
аттестаттауға жіберетін едік. Ол аттестаттауға бізге департаментке келіп компьютермен тестті тапсыратын еді. Ол тесттен өткеннен кейін комиссияның алдына осындай әңгімелесу жүретін еді. Қазір бұл тәртіп оңтайланып жатыр. Енді пилоттық жоба аясында үміткерлер бізге келмей-ақ мемлекеттік қызметтер жөніндегі агенттігінің жанынан арнайы тестілеу орталығы бар. Соған барып тестті өздерінің емтихандарын сол жерден тапсырып жатыр. Бұл жерде енді теориялық сұрақтар да бар. Сол тестілеу барысында екінші этап, егер де теориялық жағын жақсы өтсе, екінші кезең бұл жерде тәжірибелік сұрақтар сол компьютермен қойылады, компьютермен жауап беру керек. Яғни бұл жерде ең бірінші мәселе адами фактор. Департаментке келіп жаңағы мен атап өттім ғой, барынша цифрландыру, яғни адами контактілерді минималды түрде болдыртпау. Бұл мақсат, пилоттың жобасы мақсаты сода. Екінші мәселе, бұрындар 90-на бір-ақ рет отыратын еді бұл комиссия, аттестаттау комиссия. Қазір енді оған ол мерзім қысқартылды. Келетін үміткер қысқа уақыттың ішінде өзінің документтерін тапсырып, барып тестілеу орталығына барып, емтиханды тапсыра алады. Осы жобадан басқа қандай жобалар бар сіздерде? Осы жобадан басқа енді халыққа қызық бір жоба, халықты енді қызықтыратын бір жоба деп айтсақ болады. Нотариат жүйесі. Цифрлық нотариат жобасы іске асырылып жатыр, министрліктің ұйымдастыруымен, қолдауымен. Бұл жерде сенімхаттар бар, сенімхаттар ол яғни бір адамның басқа адамға берілетін өкілеттік құжат. Мүлікті басқаруға берілетін сенімхаттардан басқа. Ол мүлікті басқаруға дегеніміз, яғни мүлікті сатуға, сыйға тартуға деген осындай мазмұндағы сенімхаттардан басқа бүкіл сенімхаттарды онлайн тәртіппен куәландыруға болады. Бұл жерде яғни адам сол үйден шықпай-ақ егов приложениядағы сол электронный приложение арқылы кіріп, нотариустың көмегіне жүгініп, сенімхаттарды онлайн тәртіппен куәландыра алады. Бұл жерде өзінің несі бар. Қазіргі таңда бізде қала бойынша 33 нотариус бұл жобаға қатысып жатыр. 250-ге жуық сенімхаттар куәландырылған, яғни бұл жоба өзінің тиімділігін дәлелдейді деген сенімдеміз. Сондықтан бұл енді бірінші қадам ғой. Ары қарай, егер де осы жоба сәтті өтсе, ары қарай мүмкін басқа да нотариаттық іс-әрекеттердің басқа түрлеріне де жүргізілетін шығар. Қараңызшы, бүгін ашылып, ертең жабылып қалып жатқан нотариустар да бар ғой бізде. Ол жерге барып тіркелген жаңағы номерін тіркеткен адамдар, жалпы сол нотариустың архивінде сақталған материалдарды кейін таба ала ма? Әрине. Егер де нотариус өзінің қызметін түрлі себептермен тоқтату мүмкін. Егер де ол өзінің қызмет барысында жинақталған бір мұрағаттар бар. Куәландырған шарттар болуы мүмкін, сенімхаттар, басқа да басқа. Бұлардың барлығы жеке нотариаттық архивке тапсырылады. Бізде нотариаттық палатаның жанынан арнайы архив, мұрағат құрылған, ашылған, бұл мұрағатқа тапсырады. Сол мұрағат арқылы, егер де жұмыстан шығып кеткен нотариустың құжаттарын іздеп таба алмай жүрген азаматтар бар болса, сол мұрағатқа барып өтініштерді жазып, тиісті өздерінің құжаттарының, мәліметтерінің көшірмелерін аласыз. Яғни ол жоғалып кетпейді, бар. Ол қамтамасыз етіледі, сақталуы қамтамасыз етіледі. Енді 8 ай алдымызда, енді 3-4 ай қалды ғой, жаңа жылды қорытындылауға. Жоспарлар қандай болып жатыр сіздерде? Бір ауқымды жобалар мүмкін жоспарлап жатқан шығарсыздар? Жоспарлар бұл жерде енді ең алдымен және салаларды атап өттім. Сол салаларда әр сала бойынша тиісті өздерінің қызмет ету сапасын өлшемдер белгіленген. Сол ол жоғары жақтан бізге келеді, сол өлшемдерді, сол мақсаттарды орындау. Мысалы үшін атқарушылық саланы айтамыз, алайық, атқарушылық құжаттарды орындау саласын айтамыз, алайық.
министрліктің әрбір жалпы мемлекеттік органның бұрын стратегиялық жоспар деп айтатын едік. Қазір енді мемлекеттік органның даму жоспары жыл сайын бекітіледі. Ол 3 жылға бекітіледі, бірақ жыл сайын ол жерде өзінің межелері, өлшемдері белгіленеді, көрсетіледі. Сол межелерді орындау. Мысалы үшін атқарушылық салада жалпы көлемдегі атқарушылық құжаттардың нешеуі орындауға жатады, нешеуі нақты орындауға жатады деген осындай өлшемдер белгіленген. Соларды орындауымыз керек. Нормативті құқықтық актілерді тіркеу саласында біз сапасыз нормативті құқықтық актілерді тіркеуге жол бермеуіміз керек. Міне осы сияқты мақсаттар біздің алдымызда тұр. Оларды орындауға біз міндеттіміз. Бұл бойынша барлық тиісті жұмыстарды атқарып жатырмыз. Сонымен қатар ең бастысы ол халықтың жағдайын жақсарту. Кез келген барлық келген адамдарды қабылдап, мәселелерін заң аясында шешу. Жалпы мақсаттар сондай. Онда біздің де бағдарламамыз тәмамдалып қалған сияқты. Алдағы жоспарларыңызға сіздерге сәттілік тілейміз. Атқаратын жұмыстарыңыз әлде де көп екен. Енді халық үшін атқаратын жұмыстарыңыз оңынан бола берсін дейміз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз бүгінгі бағдарламада қалалық әділет департаментінің жұмысына кеңінен тоқталып өттік. Ол үшін мен студияға департамент басшысының міндетін уақытша атқарушы Айнұр Исабекова ханымды шақырған болатын. Өздеріңіздің келесі бағдарламадан қош айтсамыз, аман саулықта жүздескенше.